Бүгінгі видеода құрманың 21 түрлі жағдайда адам ағзасына ем, сол туралы айтатын боламын. Бәріне сәлем, құрметті бауырлар. Бұл видео арнайы ораза айына арналған еді. Кеш шығып жатыр, ештен кеш жақсы дегендей, ораза қабыл болсын. Қадір түнінде тілеген тілектеріңіз орындалсын. Бүгінгі видеода құрманың 21 түрлі жағдайы туралы айтатын боламын. Құрманың құрамында калий мөлшері өте көп. Ол жүректің қалыпты жұмыс істеуіне пайдалы. Бұл өз кезегінде жүрек аурулары мен талмасының алдын алады. Бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Сондай-ақ цирроздың пайда болу қатерін төмендетеді, яғни цирроз болудың алдын алады. Бауыр фиброз белгілерін жеңілдетеді. Аш қарынға желінсе ішектегі бауырдағы құрттарды өлтіреді екен. Құрма көз жанарының көру қабілетін жақсартады. Сәбіздегідей оның құрамында А дәруменінің мөлшері көп. Егер өзіңізді сергек әрі қуатты сезінгіңіз келсе, құрма жеп тұрыңыз. Бар болғаны 3 құрма жесеңіз, бір күнге жетерлік энергия аласыз. Құрма бұл асқазан функциясы бұзылған кезде ас қорытуға таптырмас өнім. Оны асқазан ішек жолының аурулары, тіпті асқазан жарасының профилактикасы үшін де пайдаланады. Араб әйелдері көп ғасырлар бойы құрманың ерінің күш қуатын арттыру үшін қолданып келеді. Ол үшін жемісті ұнтақтап ерлердің кофесіне қосады екен. Бұл өнімнің құрамында құмарлықты, жыныстық қабілет арттыратын түрлі амин қышқылдары бар көрінеді. Шаш сынғыш болса, тері құрғаса, әжім ерте пайда болса, құрманы жеу қажет. Оның косметикалық маскалар құрамына қосуға болады. Себебі құрмада йодтың мөлшері көп. Құрманы сүтке араластырып, қалампыр қосып ішсе, өкпенің қабынуы сияқты тыныс жолдарына шипа екен. Құрманың құрамында танин көп болғандықтан дене жарақаттарын тез жазады, адамды арықтатады. Егер күрішпен бірге пісірсе, семіртеді. Құрамында А, Е, Б дәрумендеріне бай. Алмадағы темірдің 2 есесі құрмада табылады. Сол себепті қан аз болған кісіге көп жеу кеңес беріледі. Жаңа босанған ана үшін таптырмас жеміс, өйткені ана сүтін көбейтеді екен. Сондай-ақ ол обыр дертіне қарсы пайдалы. Құрамында микробы жоқ жеміс. Құрма сүйектерін үгітіп, кофе қып қайнатып ішсе, жүйке жүйесін тыныштандырып демалдырады екен. Сонымен қоса, құрманы жатардан бұрын жесе сал ауруына қарсы өте пайдалы. Жүктілік кезінде көптеген әйелдің біраз уақыт жүрегі айнып және физиологиялық өзгерісте жүреді. Нәтижесінде ағзада калий жетіспеушілігі басталады. Сондықтан жүкті әйел құрамында осы элементі бар тамақтар жеу керек. Калий құрамында көп мөлшерде бар деуге болады. Ол болашақ ананың ағзасындағы суды, тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Калий ағзаға, миға қажетті оттегін алуға көмектеседі және де ойдың сергектігін қамтамасыз етеді. Мұнымен қоса ағзаға қажетті суды және де бүйректегі қалдықтар мен зәрдің шығуын реттейді. Ағзадағы жеткілікті калий жоғарғы қан қысымын болдырмай, дененің терісіне жақсы әсер береді. Құрмадағы тағы бір минерал темір. Ол қанның қызыл жасушаларындағы эритроциттер түзуші гемоглобиннің жұмысын реттейді, яғни қан құрамын реттейді. Қан аздықтың алдын алады және де баланың дұрыс жетілуіне көмек береді. Эритроциттер оттегі мен көмірқышқыл газды алмастыруда маңызды рөл атқарады. Құрма темірге бай, сондықтан да күніне 15 құрмадан артық жеген адам ағзаға қажетті темірді алған болады. Құрмада кездесетін кальций және фосфат қанқа мен тіреуіш әрі қозғағыш аппараттардың дұрыс қалыптасуын қамтамасыз етеді. Яғни сүйектерге жақсы. Бұл жемісті үзбей жеу ағзаға сынғыш сүйек пен остеопороздан сақтайды. Құрманы әсіресе экологиясы нашар ауданда тұратын адамдарға жеуге кеңес беріледі. Осымен құрма туралы пайдалы ақпарат соңына келіп қалды. Егер видео пайдалы болса, құрметті бауырлар, каналды қолдап лайк басып, комментарияға өз ойларыңызды жазып, сізде құрма нешеу жейсіз, сіз ұнатасыз ба, сол туралы комментария жазып кетіңіз. Және де достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, қазақ елі аман болсын, сау болыңыздар. Сіздермен болған денсаулық үшін каналы келесі видеода жолыққанша